Жап-жас жігіт досының анасымен бірге бір түнді өткізіп, ойына келгенін істейді. Сәлем достар, сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз «Поклонник» деген фильмді талқылайтын боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері бір жері қышып жүрген жап-жас Ной деген жігіт. Одан кейін әбден мазаққа қалған Клэр деген әйел. Оның күйеуі Гаррит, екеуінің баласы Кевин. Фильмнің басталған сәтінде бізге іші күйінен жүгіріп бара жатқан Клэрді көрсетеді. Оказывается, оның күйеуі Гаррит оның көзіне өзінің секретаршасымен шөп салады екен. Осын Клэр күйеуін үйден қуып жібереді. Содан кейін баласы Кевин мен әкесінің арақатынастары суып кетеді. Бір күні баласы Кевиннің туылған күніне әкесі Гаррит келіп, әйелі мен баласын балық аулауға шақырады. Ал Кэрол болса оның ұсынысынан бас тартып, бірақ баласына рұқсатын беріп, әкеңмен барып кел дейді. Келесі күні анасы баласын балық аулауға шығарып салайын десе, гараждың есігі ашылмай қатып қалады. Сосын анасы барып қара күшін салып ашайын десе, сол сәтте көршісі Ной деген жас жігіт